Жалпы енді біз мұсылман бауырларымызға, жалпы қала халқына айтарымыз, ол енді бүкіл мына екпе деген нәрсе, бұл біздің амандығымыз үшін жасалынғаннан кейін ол уже тексерілген, оның барлығы анықталған, бізге айтып жатыр ғой. Жалпы бұл мына ковидқа бір қалайда болсын 80%-дай ешқандай бір не бермейді, қарсылық тұратын екпе деп. Сондықтан біз оны жалпы адамдарға айтарымыз, абзалы салдырғанымыз дұрыс деп ойлаймыз. Өйткені салдырмай жүріп бірнеге ұшырап қылсақ, ертең оның өзі өз басымызға, отбасымызға қиын болуы мүмкін. Өйткені біз оны имам ретінде айтарымыз, көптеген адамдарды ақырғы сапарға шығарып салған кезде көреміз отбасының ауырғандығын. Отбасы ауырып, кейіннен артынан сол отбасынан тағы да бірнеше адамнан ковидтен қайтыс болғандығына куә болып жатырмыз. Сондықтан бұл жаңағы жалпы бұл жұқпалы аурудың алдын алғанын